Аралпасан радио каналы өз естірулерін давам еттіреді. Эфирде күннің темасы естіруі. Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңлаушы достар. Тыңлап отырғаныңыз Қарақалпақстан радио каналы эфир сағатларынан орын алған күннің темасы естіруі. Кадастрлар агентлігі һәм мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан 2025 жыл давамында әмелге асырылған жұмыслар текарғы вазипалар бойынша баспасөз конференциясы болып өтпекте. Баспасөз конференциясына қарау қанегелері һәм ғалаба хабар құраллары уәкілдері қатынаспақта. Демек, конференция хақында радио тыңлаушыларымыз кеңірек мағлұмат беруге әрекет етеміз. Біздің сәубетлесіміз мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы бас қанегесі Расул Зиваддинов болмақта. Ассаламу алейкум, Расул. Келін ең дәслеп сәубетімізді 2025 жылда әмелге асырылған жұмыслар хақында дәслеп сәубетімізді бастасақ. Ассаламу алейкум. 2025 жыл жұмағы бойынша кадастр агентлігі һәм мемлекеттік кадастр палатасы тарапынан баспасөз конференциясы өткізілмекте. Баспасөз конференциясында блогерлер, ғалаба хабар уәкілдері, журналистерді шақырғанбыз. Бұндан мақсат сол біздердің сол істеп отырған жұмыстарымызды кең жарытуда, кең жәмешілікке турудан-тура анық һәм толық рәсми жеткізіп беру мақсатында бұл конференциямызды шөкірместіргенбіз. Текарынан және бір мақсат конференцияны шөкірместіруді сол біздердің кадастр тарауына деген бұқаралардың сенімін еледе арттыру мақсатында, ашықтықты тәмінлеу мақсатында бұл конференция шөкірместірілмекте. Демек, 2025 жылда кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан жерлерді өз басымшалықпенен иелеу һәм хүжетсіз имаратларды құру жағдайлары бойынша анықланған жұмыслар алып барылған іс-илажлар хақында мағлұмат берсек. Бүгінгі күнде кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан 2025 жыл davomida 4211 жерлерді өз басымшалықпен иелеу жағдайы анықталды. 371 гектар есептелінеді. Сонан 2605 жағдай, яғни 242 гектар жер майданлары сапластырылып, 1426 жағдай, яғни 128 гектар жер бойынша сот органдарына сол жерлерді қайта өз орнына қайтару бойынша дауа арыздар кіртілді. 104 жағдай бойынша hüжетлер тиісті тәртіпте қоспа тәртіпке текар прокуратура ұйымдарына hüжетлер жіберілді. Енді және де айтатын болсақ, жерлерді мақсатсыз пайдалану дейді. Мысалы, біреулер сол жерлерді, сол жерге болған құқықтар алғаннан кейін, мысалы, аукцион баяндамасы болсын, басқа сол жерлерді өз несіне алғаннан кейін, одан пайдаланбастан, бүгінгі күнде сол құрылыс құрмастан деп айтсам, яғни мақсатсыздың бір текағы нелері бірі. Пайдалану бойынша 2025 жыл davomida 1189 сондай жағдай анықталды. Яғни 683 гектар есептелінеді бұл. Солар жер майданын анықтап, оларды мемлекет жер қорына қайтару мақсатында 1189 жағдай бойынша район һәм қала әкімдеріне hüжетлер ұсынылды. Әмде 1168 мақсатсыз жерлерді иелеу жағдайларын мемлекет жер қорына қайтаруға ерістік. Әзіз достар, демек сәубетіміз давам етеді. Келін Расул, және де осы орында мемлекеттік кадастрлар палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан өз басымшалықпенен иелеп алынған жер учаскалары һәмде оларда құрылған имаратлар һәм объектілерге болған құқықты тән алу бағдарында алып барылған жұмыслар бойынша мағлұмат берсеңіз. Бұнда демек сол өз басымшалықпенен иелеген имаратларға демек hüжетлестіру, бұл бағдарда істелген жұмыслар хақында. Демек, бұл бойынша айтатын болсақ, енді бұл қатылау жұмыстары 2024 жылдан бастап басталған. Бүгінгі күнге шейін айтатын болсақ, Қарақалпақстан Республикасында 2024 жылдан 2025 жыл жұмағымен айтатын болсақ, 228 махалледе қатылау жұмыстары алып барылып, 154.661 объект қатылаудан өткерілді. Соның 23448 объект біздерде сол кадастр системасы ETRAF мәлімдеме системасы істеп шығарылған. Сол ETRAF мәлімдеме системасына кіртілді һәм бүгінгі күнде 2039 бұқараның құқы тән алынуға ерсілді. Бұл Қарақалпақстан Республикасы бойынша айтып отқан мағлұмат. Бұл тек қана сол мемлекеттік кадастр агенттігі һәм мемлекеттік кадастр палатасы тарапынан алып барылған жұмыстар есептелінеді. Енді мемлекеттік кадастр палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасы тарапынан 2025 жыл davomында кадастр паспортларын таярлау бойынша жамы 79440 дана арыза келіп түскен болып, сонан 70580 арыза жұмақланды. Яғни сол шешімі табылды деген сөз. 23662 арыза белгілі бір себептерге олар қызмет көрсетілуі тоқтатылды. Көшпес мүлікке болған құқықтарды мемлекеттің тізімінен өткеру бойынша жамы 129710 дана бұйыртпа қабыл етілген болып, сонан 90449 данасы физикалық һәм юридикалық талаптарға қызметлер көрсетіп берілді. Енді сонан 13550 арыза мемлекеттік қызметлер орайы һәм белгіленген себептерге бола бекар етілген болып, бұндан басқа да жерлерді аукционға шығару бүгінгі күнде енді бұқараларымыздан көп сұралатын нәрсе, мысалы тұрақ жай құру мақсатында я болмаса қандай да мақсатларда жерлерді аукционнан алу тәртібі
енгізілген көп сорларда. Бұл бойынша 25 жыл давамында жами 3056 дана жер участкасы аукцион сауда майданчасында сатуға қойылып, сонан 231 жер участкасы, яғни 20,135 гектар жер майданы реализацияланған, яғни сатылған деген сөз. Жеке тәртіпті тұрақ жай құру мақсатында 15,061 жер участкасы бағдарламаға кіргізіліп, 10,485 дана жер участкасы аукцион платформасында сатылды. Сонан 8,378 жер участкасы реализацияланды. Келің сол бүгінгі күнде сол халық арасында махаллелерде, мәселен сол үй-жайларды қатлау жұмыстары әмелге асырылып жатырды. Бұл бойынша бұқараларымызға бір нелерді айтып өткен болар едіңіз сол қатлау жұмыстары бойынша? Енді бүгінгі күнде көп бұқараларымыз тарапынан қатлау жұмыстары алып барылып жатырғаны көпшіліктің хабары бар. Бір бұқараларымыз түсінеді, бұл біздердің көшемізге қашан келеді, біздің аймаққа қашан келеді дейді. Бұл бойынша кадастр агенттігінің тасдиқлап қойған реже графигі бар. Мысал ретінде айтатын болса, Қарақалпақстан Республикасында осы жыл 99 махалледе қатлау жұмыстары алып барылады. Бұл бойынша еш жерге барып, менің жерімді қатлап берің деп кадастр ұйымдарына я басқа бір жергілікті хакимиятіне барып шарт емес. Белгіленген графикте кәдімгі 2028 жылға шейін барлық сол тұрақ жайлар барлығы аймаққа барып қатыланады. Және бір нәрсені түсіну керек, бұқараларымыз бұл жерде қайсы жылы салынған жайлар қатыланады. Бұл қатыланға жауап беру үшін жай ямаса сол объект талапларға жауап беру керек. Бұл 2018 жыл 1 майға шейін салынған болу керек. Бұл жоғарыда айтып отырған құрылмалар һәм сол күнге шейін сол салықтық төлемдерін төлеп жасау шариғатын сол жерде жасап кетірген болса, ғана біз оны сол қатлауға алынады. Оның себебі бұл жерде 20-ға шамалас комиссия ағзасы бар, тек қана бұл жерде тек кадастрдың жұмағыменен бұл қатлау жұмақлары берілмейді. Себебі 20-ға шамалас комиссия бұлар үйреніп болғаннан кейін ғана бұларға этраф фазасына кіртіледі һәм бұндан кейін сол жоғары кеңес сол сессия қарарыменен бұқараларға құқын тән алу бойынша қарарлары беріледі. Сол қара текарында сол мемлекеттік қызметтер көрсету орайларына барып, сол жерде құжат алу үшін арзалар берсе болады. Сондан кейін мемлекеттің төлемі бар. Базалық есептелген мударының Нүкіс қаласында 3 есесі, район аймақтарында 1 есесі деп көрсетілген. Солар төлегеннен кейін ғана барып ол құжатын алады. Расул, су орнында айтып өтуіміз керек, біз судың да сұрауы бар деген, демек айрым бұқараларымыз қайсыдыр бір орынға өз басымшалықпенен имарат құру яки болмаса қоршап алу жағдайлары бар да, келің бұндай бұқараларымызға нелерді ескертіп өткен болар едіңіз? Бұнда низамшылықта белгіленген тәртіптер хақында қанеге сипатында түсінік беріп өтсек? Бұл бойынша түсінік беретін болсақ, әлбетте әрбір шығып отырған мысалы бір низам һәммесі қадағалауға алынған, мысалы әрбір әрекеттің жауапкершілігі бар, заңмен тасдиқланған олардың формалары болады. Сол қатары сол бүгінгі күнде бұқараларымыз тарапынан біліп білмесе, ямаса біліп тұрған алда бос тұрған жер майданды сол бос сала берсем болады деген ескіше көзқараста сол жерлерді құрмаларды салып тастап отырған жағдайлар ұшыраспақта. Бүгінгі күнде барлық жердің есебін жүргізу кадастр агенттігі тарапынан жүргізіліп жатырды. Бос жер майдандары деген сөз ол оның жері деген сөз емес, бұл мемлекет қорында тұрған жерлер есептелінеді. Соның үшін айрым бұқараларымыз өз басымшылықпен өзінің белгілеп қойған, мысалы белгіленген 12 сотық, 8 сотық, 4 сотық, 6 сотық деген белгіленген жерлерді шығып кетіп құрылыстар құру, болмаса басқа бос майдандарға барып турдан тур құрылыстар құру жағдайға ұшыраспақта. Бұл бойынша біздер жер кодексінің тиісті статьяларымен белгілеп қойылған, және де әкімшілік хақындағы жауапкершілік кодексі, жинай жауапкершілік хақындағы кодекстің тиісті статьяларымен жауапкершілік белгіленген. Мысалы айтатын болсақ, жер учаскаларын өз басымшылықпен құрып иелеу һәм алу бойынша, егер өз басымшылықпен жер құрылыс құрған жағдайда базалық есептелген мударының 300 есесінен 400 есесіне шейін мударында жарема белгіленген, яки болмаса 3 жылға шейін тәртіп түзету жұмыстары, болмаса 1 жылға шейін азаттықтан шектеу жазасы көрсетілген. Бұл Жинаят кодексінің 229-1 статьясында көрсетілген. Бұндан басқа да әкімшілік жауапкершілік хақындағы кодекстің 60-шы, 61-ші һәм 63-ші бөлімдері тегар жаремалар белгіленген. Бұл жерде бұқараларымыз өз басымшылықпен құрған құрылыстарын өз ықтиярыменен сапластыру, болмаса егер сапластырмаған жағдайда бұлар бойынша сапластыру бойынша кадастр агенттігі инспекторлар тарапынан сапластыру ләжілері көріліп, мәжбүри сапластыру, яғни мәжбүри ижра бюроларына жергілікті нелерге жүктер жіберіледі. Соның үшін бұқараларымыздан илтимас етеміз, бүгінгі күнде ешқандай біреулер мысалы алдап сеніміне кіріп, сізге жер әперемін, бұл сіз жер сізге деген алдауларға еш уақытта сенбең. Қандай жер алып отырған болсаңыз бюджетін және сол құқи баға беру үшін тиісті органдарға барып тексертіп көруін илтимас етеміз.